Қайырлы күн, қазақ елі, қайырлы күн, министр ханым. Мен деген Орал қаласының тұрғынымын. Есімім Арман. Осы өмір бойы Орал қаласына тұрып келатырмын. Жасым 38-де. Енді біздің жалпы Қазақстанның басқа қалаларында болдым. Жалпы Қазақстанның социалдық жағдайын білем деп айта аламын. Енді бізде Қазақстанда сервисная модель экономики дейді ғой, сервисная модель. То есть біздерде өндіріс жоқ, да, өндіріс жоқтың қасы. Бұл Батыс Қазақстан болсын, басқа қалаларда болсын, мелкий производстволарды мен шөт қалмаймын, себебі олар деген бірдемені өндіру үшін бәрібір шетелден материал зат сатып алады. Мысалы, көрпе тігетін болса, мата сатып алады дегендей. Соны мысалы мен мына сервисная модель экономики дегеніміз енді біздің зарплатымызды, жалақымызды, таблицадан көріп жатырмық қой да, теңгемен көрсетіп жатсыздар. Негізі теңгемен көрсеткен дұрыс емес, доллармен көрсету керек. Себебі сатып жатқан материалдардың бәрі, біз үстімізге киіп жатқан, осы жерде отырған бүкіл заттардың бәрі валютаға сатып алынып жатыр. Біздер мұнайды валютаға сатып жатыр. Біздер өзіміз өндіріс болмағаннан кейін, тек қана шикізатпен күнкөріс болғаннан кейін Қазақстанда біздер валютамен санауымыз керек. Мына сізге сандарды айтайын. 2013 жыл средняя заработная плата 137 мың теңге. Минимальная заработная плата 18.660 теңге. Средняя заработная плата 137 мың болса, ол деген $895. 2013 жылы. 10 жыл өтті, 2023 жылы. Средняя заработная плата 340 мың теңге. Ол деген $745. Минус 17%. Минус 17%. 10 жылдың ішінде зарплатымыз 17%-ға түсті. Мына ағайындар нищетаның қай жерде жатқаны осы жерден көруге болады. Енді қараңыздар, 2013 жыл капустың бағасы 29 теңге, қазір 250 теңге, 9 есе өсті. Банан 205 теңге болған 2013 жыл, қазір 1200 теңге, 6 есе өсті. Еттің бағасы, қой еті 1140 теңге болған, қазір 3000-ның қасы. Сиыр еті 1160, қазір 2000 Мына нағыз цифра осы жерде жатыр. Мына 10 жылдың ішінде зарплатымыз 17% түсті, тамақтың бағасы 10 есе өсті. Мына осы жерде кедейліктің жатыр. Енді бұл жерде бір вопрос. Біздер Бразилия банановая республика дейді ғой, без бананов. Қазақстан банановая республика с бананами, да? Біздің бананымыз ол деген жер асты байлықтары. Басқа банан бізде пока жоқ. Сол бананымыз ешкімге керек емес болған жағдайда, фондовый рынокта бағасы түсіп кетсе, мұнайды мысалы 30-40%-ға, либо біздің темірлеріміз бағасы түсіп кетсе, сонда біздер не істейміз? Қай жермен қорғанамыз? Зимбабвеға айналып кетеміз біздер деген, Гондурасқа айналып кетеміз. Сол тиқа қорғап тұрған бізде жер асты байлығымыз, сосын геополитический положение біздің ортада тұрық, Россиямен шектесіп жатырық, сондықтан Россияның деңгейіне біздер кішкене сәйкес келуіміз керек. Біздің тұрған жеріміз Африка континентінен болса, тау осы пайдалы қазбамен. Біздер деген таза африканский Гондурас мемлекетімен тең боламыз. Енді шыны керек солай енді. Ренжімеңіздер. Мына нищетаның көкесі осы жерде жатыр, ағайындар. Бұл сандар әрине жақсы ғой таблица, бірақ мына 10 жыл 9 есе өсті, 10 есе өсті, зарплатамыз 17% төмендеді. Это учитывая, что доллар тоже инфляция береді. Доллар тоже, долларға қарағанда тамақтың бағасы тоже қымбаттай, ағайындар. Не істейміз? Банан біткенде не істейміз? Арман, 38 жастағы фамилияңызды айтсаңыз. Калиев. Молодец. Молодец, вот мен сізді өзімізге жұмысқа шақырғым келіп отыр прям. Готовы или не готовы? Жұмысшы жүр қазір уақытта. Готовы, тогда давайте халық үшін болса, бізге, біздің арамызға келіп бірге жұмыс жасайық.